Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер мұғалім. Отырыңдар. Бүгін сабақта балалар сендермен үй тапсырмасын қайталаймыз, өткен сөздерді қайталаймыз, жаңа тақырыпқа көшеміз. Қазір сендермен үй тапсырмасын қайталағандар өткен сөздерді қайталап есімізге түсіреміз. Жақсы? Қазір сендермен сұрақтарға жауап береміз. Ең бірінші, үй тапсырмасы қандай болды? Жандос, үйге қандай сөздер берілді? Қандай сөздер берілді? Мынау Бәйшешек, аудармасын, мынау деп айтқажай. Бәйшешек, подснежник, келесі. Бәйшешек, подснежник, Рауша, роза, қызғалдақ, тюльпан. Тюльпан. Жақсы, отыра ғой. Тағы қандай сөздер өтті? Қызғалдақ, тюльпан, Раушан, роза, бәйшешек, подснежник. Маған, саған, қалай аударамыз біз? Маған, Маған, Рауша, жоқ. Маған, саған деген сөздер қалай аударамыз? Маған, мен, это я. А маған, это мне. Саған, тебе. нравится. Қалай болады қазақша? Ұнайды. Ұнайды. Жақсы, отыра ғой. Тағы кім айтады сөздерді? Үй тапсырмасын тағы кім айтады? Айта ғой тәмеміз. Қызғалдақ, тюльпан, Раушан, роза, бәйшешек, подснежник. Маған, саған, мне, тебе. Ұнайды, нравится. Ұнаймы? Нравится ли? Жақсы, отыра ғой. Тағы кім айтады сөздерді? Тағы бір айта ғой, Алексей. Қызғалдақ, тюльпан, маған, роза. Жоқ. Маған, мне. Маған, мне. Роза қалай? Бәйшешек, подснежник. Подснежник, жақсы. Тебе, Тебе, саған. саған, мне, менің, Маған. маған. Жақсы, отыра ғой. Жақсы балалар, үй тапсырмасын қайталап шықтық. Сабақ бойынша бұл сабақ сөздерді қайталап қолданамыз. Енді тақтаға қараңдар. Біздің тақырып қоршаған орта болды, е? Қоршаған ортаның ішінде неше түрлі тақырыптар берілген. Қоршаған орта болғандықтан біз сөздерді әр сабақта қайталаймыз. Сұрақтарға жауап береміз. Қане, суретке қарап айтыңдар балалар. Мынау не? Мынау не? Нұрай. Мынау ай. Ай, жақсы, отыра ғой. Мынау не? Амина. Мынау бұлт. Бұл. Мынау не? Ясмина. Мынау күн. Мынау не? Адриан. Мынау тау. Тау. Мынау не? Айта ғой. Мынау қоян. Қоян, жақсы. Келесі сұрақ. Мынау ненің суреті? Мынау ненің суреті? Тәмелис. Мынау айдың суреті. Жақсы. Мынау ненің суреті? Ян. Мынау бұлттың суреті. Жақсы. Мынау ненің суреті? Алина. Мынау күн суреті. Күннің Күннің суреті. Жақсы, отыра ғой. Мынау ненің суреті? Айта ғой. Мынау таудың суреті. Жақсы. Мынау ненің суреті? Айта ғой дейміз. Мынау қоян суреті. Қоянның суреті. Жақсы. Келесі тапсырма. Өткен сабақта біз сендермен қандай гүлдерді өттік? Мынау не? Айта ғой сәне. Қызғалдақ. Мынау? Қызғалдақ. Мынау не? Айта ғой. Мынау Раушан. Раушан. Мынау не? Салтанат. Мынау бәйшешек. Бәйшешек.
Сонда келесі сұрақ. Мынау қандай гүл? Мынау Мынау қызғалдақ қызғалдақ гүлі. гүлі. Сөйлеп берді, дұрыс құрастырамыз. Жақсы. Мынау қандай гүл? Айтамын. Нұрай. Раушан гүлі. Жақсы. Мынау қандай гүл? Жабай. Мынау бөлшеше Гүл. Жақсы. Отыра қой. Келесі сұрақ. Қызғалдақ гүлі қандай гүл? Қызғалдақ гүлі қандай гүл? Қандай деген сұрақ қалай жауап береді? Как переводится? какой? Какой? Жақсы. Какой? Какая? Какой? Сонда, мынау бізде қызғалдақ. Сұрақ. Қызғалдақ гүлі қандай? Айта қойдырай. Әдемі. Енді дұрыс айт. Толық. Қызғалдақ гүлі. Қызғалдақ гүлі әдемі. Жақсы, Нұрай. Өте жақсы. Раушан гүлі қандай? Я. Раушан гүлі әдемі. Әдемі. Бәйшеше гүлі қандай? Томирис. Бөлшеше гүлі әдемі. Әдемі. Жақсы балалар. Өте жақсы. Бүгін біз сөздерді қайталап өттік. Қандай, мынау, не сұрақтарына жауап бердік. Қазір жазу дәптерлеріңді ашыңдар. Жұмыстан 2 жол түсіріп жазасыңдар. Бүгін сәуірдің 12-сі сынып жұмысы, сабақ тақырыбы гүл сыйлаймын. Подарю цветок. Жақсы. Жазамыз. Екі жол түсіріп жазамыз. Жабырайлы тақтада жаз. Таза жасаңыз, бәрін жазыңыз. Кім жазып болды? Қолдарыңызды қоямыз. Қолдарыңызды қоямыз. Кім жазып болды? Күтеміз. Тез-тез жазамыз. Жақсы балалар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы гүл сыйлаймын. Гүл сыйлаймын, как у нас переводится слово гүл? Жауап берейін, Нұрай. Цветок. Цветок, жақсы. Гүл
подарю цветок. Сабақтың тақырыбына көшенің алдында жаңа сөздерді сөздік дәптеріне жазамыз. Жазу дәптерлеріңді жаба тұрыңдар, сөздік дәптерлеріңді ашыңдар. Сөздік дәптерлерін ашыңдар. Жазу дәптеріңді жаба тұрыңдар, сөздік дәптерлерін ашамыз. Sözdük depterlerinde. Sen kimi sorayım? Я. Жақсы. Жаңа сөздер. Сыйлаймын. Подарю. Рахмет. Спасибо. Туған күн. День рождения. Қандай тамаша. Как красиво. Превосходно переводится двумя словами. Сөздерді қайталап шығайық. Сыйлаймын. Повторяем. Сыйлаймын. Рахмет. Рахмет. Туған күн. Туған күн. Қандай тамаша. Қандай тамаша. Жақсы. Қазір осы сөздерді сөздік дәптерлеріне жазасыңдар. Сыйлаймын. Сыйлаймын. Подарю. Рахмет. Спасибо. Туған күн. Туған күн. День рождения. Қандай тамаша. Қандай тамаша. Как красиво, превосходно. Жазамыз. Жақсы. Жазыңыз. Сыйлаймын. Рахмет. Туған күн. Қандай тамаша. Сыйлаймын. Рахмет. Туған күн. Қандай тамаша. Кім жазып болды? Жақсы. Кім жазып болды? Қолдарымызды қоямыз. Тағы бір рет сөздерді қайталап шығып, кітап бойынша жұмыс істейміз. Қайталаймыз. Сыйлаймын. Сыйлаймын. Рахмет. Рахмет. Туған күн. Туған күн. Қандай тамаша. Қандай тамаша. Тақырып біздің сабақтың гүл сыйлаймын. Подарю цветок. Гүлді қай мейрамдарға сыйлаймыз, балалар? Какие праздники біз дарим цветы? Қазақша айтамыз. Қандай? Туған күн. Туған күнге. Жақсы. Тағы гүлдерді қайда? Қандай мейрамдарға сыйлаймыз? Мейрам болғанда, 8 март мейрамы болғанда,
туған күніңізге сыйлаймыз. Кейбірде жай Наурыз. гүл сыйлаймыз. Наурызға сыйлаймыз. Жақсы. Қазір сендер балалар 88-ші бетті ашасыңдар. 88-ші бетті ашыңдар. 88-ші бетті ашыңдар. 88-ші бетті ашамыз. Кітап бойынша. Кітап ашыңдар. 88-ші бет. Жақсы. Осы бетте 88-ші бет ең үстінде жазылып тұр. Мен гүл сыйлаймын. Оқыңдар. Бәріміз қарап оқыңдар. Мен гүл сыйлаймын. Сен гүл сыйлайсың. Ол гүл сыйлайды. Сәнді тамаша гүл. Жақсы. Тағы бір оқимыз, Ян. Мен гүл сыйлаймын. Сен гүл сыйлайсың. Ол гүл сыйлайды. Қандай тамаша гүл. Жақсы. Енді мен оқимын, сендер аударасың. Мен гүл сыйлаймын. Мен гүл сыйлаймын. Ян, қалай болады дұрыс? Мен. Я. Толық жауап бер. Я подарю. Мен сыйлаймын гүл. Мен гүл сыйлаймын. Я подарю цветок. Сен гүл сыйлайсың. Қалай болады? Сен гүл сыйлайсың. Айта ғой деймін. Сен кім? Гүл сыйлайсың. Аудар, көрмейсің. Ты? Ты подаришь. Жақсы. Ол гүл сыйлайды. Қалай болады? Я. Он подарил цветок. Сыйлайды, подарит. Так, қандай тамаша гүл? Қандай тамаша гүл? Цветок какой? Айда ғой Саида. Қандай тамаша гүл? Цветок. Красивый, превосходный, да? Жақсы отыра ғой. Балалар, қандай тамаша деген сөз, екі сөзбен алу. Можно говорить, как красиво, красивый, превосходный. Понятно? Жақсы. Қазір сендер 88-ші бетте суреттің астында мәтінді оқимыз. Мен сендерге мәтінді оқимын, сендер тексеріп отырыңдар. Сосын бәріміз бір-бір сөйлемден оқимыз. Бүгін Анельдің туған күні. Саша Анельге шар сыйлайды. Анна кітап сыйлайды. Қанат лего сыйлайды. Мен гүл сыйлаймын. Сен не сыйлайсың? Вопрос вам, да? Қазір тағы бір рет оқимын, тексеріңдер. Сосын бір-бір сөйлемнен оқимыз, бір-бір затынан аударамыз. Бүгін Анельдің туған күні. Саша Анельге шар сыйлайды. Анна кітап сыйлайды. Қанат лего сыйлайды. Мен гүл сыйлаймын. Сен не сыйлайсың? Оқимыз. Андреян баста. Начинай. Все следим. Друг за другом. Оқы. Бүгін 88. 88 же. Бүгін Анелдің туған күні. Туған күні. Нүкте. Келесі, Жандос. Саша Анельге шар сыйлайды. Сыйлайды. Томирис. Анна кітап сыйлайды. Ян. Қанат лего сыйлайды. Ясмина. Мен гүл сыйлаймын. Дамир. Сен Сен не сыйлайсың? Тағы бір рет оқимыз. Баста. Начинай. Первый тоже. Да.
Saniye. Саша әнеге шар сыйлайды. Кирилл. Нету? Так, читай. Филипп читай. Оқы. Алексей оқы. Анна кітап сыйлайды. Сыйлайды. Дилназ. Қандай? Анна лего сыйлайды. Нұрай. Мен гүл сыйлаймын. Имран. Сені сыйлайды. Жақсы. Өте жақсы. Бір-бірінің артынан оқып отырдық. Енді осы сөйлемдерді оқимыз да орыс тіліне аударамыз. Оқим. Қолдарымды көтеріп аударыңыз. Бүгін Анельдің туған күні. Перевод. Тағы. Нұрай. Сегодня у Анели день рождения. Жақсы, отыра қой. Саша Анельге шар сыйлайды. Сәния. Подарит. Анель шар. Жақсы. Анна кітап сыйлайды. Ян. Сыйлайды. Подарит. Сыйлайды. Так. Анна подарила книгу. Сыйлайды. Подарит. Жақсы, отыра қой. Қанат Лего сыйлайды. Жандос. Канат Лего подарит. Жақсы. Мен гүл сыйлаймын. Айта ғой. Я подарил цветок. Жақсы, отыра ғой. Сен не сыйлайсың? Переведи вопрос. Я. Что ты подаришь? Что бы ты подарила мне? Не сыйлайсың? Гуль. Гүл сыйлаймын. Толық жауап берші, Ян, тұра ғой. Ян, тұра ғой. Анельге Аннеге гүл сыйлайды. жақсы отыр. Сыйлаймын. Жақсы. Өте жақсы болды. Қазір сендер балалар жазасыңдар. Ашамыз. Дәптерді ашамыз. Дәптерден жазу дәптерлерін ашыңдар. Жазу дәптерлерін ашыңдар. Жазу дәптерлерін ашыңдар. Жазу дәптерлеріне жазасыңдар. Үшінші тапсырма деп жазыңдар олар. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырма. Сендер қазір кітаптарында 90-шы бетті ашыңдар. 90-шы бет, үшінші тапсырма. 90-шы бет, үшінші тапсырма. Таптыңдар ма? Нашли? Я. Жақсы. Не істеу керек? Ян, оқыш, условия прочитай. Оқы. Суреттерді. Суреттегі заттардың атын қатыстырып қандай тамаша деп айт. Жақсы. Қазір мен сендерге қандай тамаша? Әр суретке қандай тамаша деп айтып отырасыңдар. Қазір мен сендерге мына сөзді деп. Қандай тамаша? Қандай тамаша? Балалар, қандай тамаша қалай аударылады? Нұрай. Или же, как красиво, можно сказать, превосходно, да? Ешқандай несі жоқ. На суретте сендер берілген Раушан гүл, иә? Раушан гүл білеміз. Сендерге берілген қандай гүл дағы? Қандай гүл? Какой цветок? Қызғалдақ гүлі. Жақсы. Келесі қандай сурет берілген? Бәйшешек берілген. Жақсы. Бәйшешекті білеміз. Тағы қандай суреттер бар балалар? Күн. Күннің суреті. Жақсы. Жақсы.
суреті? Бұлт суреті. Бұлт суреті. Жақсы. Бұлт суреті. Тағы не суреті бар? Таудың суреті, е? Жақсы балалар. Енді тақтаға қараңдар балалар. Мынау таудың суреті. Тақтаға қараңдар. Сендер әр суретке қандай тамаша деген сөзді қосып отырып айтасыңдар. Мысалы, үлгі. Филипп, тыңдаңдар. Раушан гүлі қандай тамаша? Отыр ғой. Повтори. Раушан гүлі. Гүлі. Тамаша. Жақсы отыра ғой. Жақсы отыра ғой. Келесі, қараңдар, бізде раушан гүлі гүлі. Бәйшешек гүлі. Қызған. Мынау ненің гүлі? Нұрай. Жақсы. Қалған сөздерді бәріміз қайталадық, сабақтың басында. Сендер енді әр сөзге қандай тамаша деген сөзді қосып, сөз тіркестерін құрастырыңдар. Айта қоймай. Жақсы. Бұл лепті сөйлем, восклицательный, да, бұлар? Лепті сөйлем. Лепті сөйлем. Жақсы. Айта қой. Яғни. Әр сөз қандай сөйлемді аласың? Бұл. Шауып. Бұл қандай тамаша? Бұлттың суреті қандай тамаша, е? Бұлт қандай тамаша. Облако. Какое красивое, да? Жақсы, е, отыра ғой. Тағы кім шығады тақтаға? Суретті көрсетіңдер. Тағы. Қандай суретті? Қане? Жандос шық тақтаға. Тез болна шығарыз. Кел ау. Кел. Қандай суретті аласың? Таудың қандай тамаша? Егер айтсаң, таудың дейсің, айтасың, таудың суреті қандай тамаша. Егер жай тау болса айтасың, тау қандай тамаша. Қай суретті, қалай сөйлейсің? Айтасың. Тау қандай тамаша? Жақсы. Жаңа тақырып болғасын, сендер кішкене бұғып тұрсыңдар. Жақсы. Енді қазір біз бәріміз бұны жазамыз. Бір-екі сөзді аламыз. Қандай сөзді аласыңдар? Аласыңдар. Қызғалдақ, бәйшешек. Жазыңдар. 5-ші тапсырма деңдер. Жазыңдар. Жазыңдар дәптерлерін. 5-ші тапсырма. Жазыңдар. 5-ші тапсырма. Кім жазып болды? 5-ші тапсырма деп. Жазыңдар. Қызғалдақ гүлі қандай тамаша? Нұрайна тақтаға бар жаза қойшы бір сөйлемді. Жаза қой. Қызғалдақ гүлі қандай тамаша? Жоқ нәрседе жаз. Жазамыз. Қызғалдақ гүлі қандай тамаша? Пишін. Жазамыз. Қызғалдақ гүлі қандай тамаша? Дәптерге жазамыз. Диктуй. Да. Гүлі. Қандай тамаша. Қызғалдақ гүлі. Оқы. Қызғалдақ гүлі қандай тамаша? Переведи. Тюльпан, цветок какой красивый. Жақсы отырады. Келесі тағы бір сөйлемді жазамыз тақтаға. Тағы бір. Яншыға ғой. Қандай сурет? Сен жазбайсың. Яндықын жазасың. Ян тақтаға шыға ғой. Қандай суретті аласың? Қандай сурет бойынша жазасың? Бұл жақсы. Бұл
жайды айта қой. Бұл қандай тамаша. Бұлт жыл сөйлетті қандай тамаша. Жазамыз. Келесі сөз бұлт. Салтанат жазамыз. Бұлт. Жазыңдар. Бұлт. Бұлт. Вот. Жаңа тақырып болғасын, мен сендерге көмектесіп жатырмын. Келесі сабақта өздерің жазасыңдар. Қандай? Қандай? Жасын, тез жаз. Bitirme. Балалар, сендер қандай тамаша дегенде сөзді. Бұл қандай сөйлем? Қандай сөйлем? Лепті сөйлем, е? Восклицательное предложение. Қандай белгісін қоямыз? Леп белгісін қоямыз, е? Оқы. Жазып болдыңдар ма? Кім жазып болды? Қолдарыңызды қоямыз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Сен жазбайсың. Жақсы балалар. Қазір сендермен мына сөздерді қайталап өтейік. Сыйлаймын. Қайталаңдар. Сыйлаймын. Рахмет. Рахмет. Туған күн. Туған күн. Қандай тамаша. Қандай тамаша. Жақсы. Осы сөздерді қайталап, сосын жаттап келесіңдер. Жақсы балалар. Қазір сендер кітап бойынша тағы бір сөйлем жаттығуды жасаймыз. 89-шы бет. 89-шы бет. Ашамыз. 89-шы бет. Ашыңдар. 89-шы бет. 89-шы бет. Бірінші тапсырма. Ауызша жұмыс істейміз. Устно, ребята. Ауызша жұмыс істейміз. Мәтінді оқимыз, аударамыз. Мен қойған сұрақтарға жауап береміз. Мәтінді мен оқимын, тыңдаймыз. 89-шы бет, бірінші тапсырма. Ертең Аннаның туған күні. Первый тапсырма читайте. Следите. Аннаға қызғалдақ пен раушан ұнайды. Мен Аннаға қызғалдақ сыйлаймын. Қызғалдақ қандай тамаша. Сен Аннаға не сыйлайсың? Все, следим. Я еще раз оқимын. Ертең Аннаның туған күні. Аннаға қызғалдақ пен раушан ұнайды. Мен Аннаға қызғалдақ сыйлаймын. Қызғалдақ қандай тамаша. Сен Аннаға не сыйлайсың? Аударамыз. Ол үшін тағы бір рет сөздерді қайталап шығамыз. Сыйлаймын, подарим. Рахмет, спасибо. Туған күн. Қандай тамаша. Красиво, превосходно. Жақсы. Қазір сөйлемдерді оқимын, сендер аударасыңдар. Осы сөздерді қолданасыңдар. Түсінікті? Ертең Аннаның туған күні.
ертең Аннаның туған күні демейсіз? Жақсы, жарайсың, отыра қой. Аннаға қызғалдақ пен раушан ұнайды. Аннаға қызғалдақ пен раушан ұнайды. Нұрай? Анне? Тюльпан и жақсы. Мен Аннаға қызғалдақ сыйлаймын. Жандос. Я Анне подарил тюльпан. Подарю. Сыйлаймын. Мен сыйлаймын. Жақсы отыра ғой. Қызғалдақ қандай тамаша. Қызғалдақ қандай тамаша. Адриан, қалай болады? Қызғалдақ. Қызғалдақ. Это что? Қызғалдақ. Это Қызғалдақ тюльпан. тюльпан. Енді да, қызғалдақ қандай тамаша. Қызғалдақ Красивый. такой красивый. Жақсы. Такой красивый цветок. Келесі. Сен Аннаға не сыйлайсың? Что ты будешь дарить? Аня, что ты бы подарила Саня? Мен. Гүл сыйлаймын. Тоже подаришь цветок. Жақсы. Жақсы балалар. Қазір сендерге келесі тапсырма. Мен сендерге гүл таратамын. Гүлді сендер бояйсыңдар. Мынау қандай гүл балалар? Раушан гүлі. Қазір мен сендерге бір раушан гүлін таратамын. Бұл гүлді сендер бояйсыңдар. Раушан гүл қандай түсті болады? Какой цвет болады? Қызыл. Қызыл, жақсы. Тағы. Қандай болады? Раушан. Раушан, дұрыс, роза. Какого цвета? Қызыл, тағы. Сары болады. Қазір мен сендерге таратам, сендер айтып, мен сендерге айтам, қандай түспен бояйсыңдар. Түсінікті? Буду раздавать и буду говорить, каким цветом вы разукрасите. Қазақша. Сары, раушан. Пока ничего не делайте, просто раздавайте. Так. Дым стемисли, пусть лежат. Қызыл, раушан. Сары, қызыл. Қызыл, сары. Бердім. Сары, қызыл. Қызыл, сары. Қызыл, сары. Пусть лежат. Қызыл, сары. Қызыл, сары. Қызыл. Сары, қызыл. Сары, қызыл. Қызыл, сары. Жоқ, суреттеріңді осылай тұрсын. Боямайсыңдар, айтам қашан бояйтынын. Қазір сендер гүлдерді бояйсыңдар. Жабраим. Сосын бір-біріне сыйлайсыңдар. Подарите, кому пожелаете. Жақсы? Алдымен бояйсыңдар да сыйлайсыңдар. Қазір сендерге мен ол гүлді сыйлап, үйде қазір сабақта бастайсыңдар, үйде аяқтайсыңдар, ертең әкеліп сыйлайсыңдар. Начнете разукрасивать дома, закончите. Ертең сыйлайсыңдар, завтра друг другу подарите. Түсінікті? Мында қызыл гүл болса, қызыл, жапырақтары қандай болады балдар? Жапырағы қандай болады гүлдің? Қандай болады? Жасыл. Жапырақ, это листок. Жасыл болады. Жақсы балдар. Қазір мен сендерге бағаларымды қоям.
Үй тапсырмасын берем, сосын бояуға бастайсыңдар. Түсінікті? Бүгін сабақта бізде Дилназ өте жақсы істеді жұмыс. Нұрай жақсы жұмыс істеді. Бізде бүгін сабақта Саида жұмыс істеді жақсы. Бізде бүгін сабақта Ян өте жақсы жұмыс істеді. Бүгін сабақта бізде Андриан жұмыс істеді. Алексей жақсы істеді, өте жұмыс. Амина өте жақсы жұмыс істеді. Ясмина, Дамир өте жақсы істеді, Қасымбек. Камилис өте жақсы. Жандос өте жақсы жұмыс істеді. Бізде бүгін өте жақсы жұмыс істеген балалар бар. Жақсы жұмыс істеді бізде бүгін. Жақсы жұмыс істеді. Жақсы жұмыс істеді бізде. Жақсы жұмыс істеді. Салтанат, мен саған бердім? Қазір берем саған. Так, бізде кім тағы бүгін жұмыс істеді? Имран жұмыс істеді жақсы. Бізде тағы кім жұмыс істеді? Ясмина мен Дамир жұмыс істеді жақсы. Мына жақта ешкім бізде жақсы жұмыс істеген жоқ. Бізде Салтанатты жақсы жұмыс істеді. Өте жақсы болды балалар. Сендер бүгін сабақты дайындап келдіңдер, сабақты жасадыңдар. Үй тапсырмасы сендерге балалар. Мен мына тақтаға жазам. Үй тапсырмасын сендерге жазам. Үй тапсырмасын жазам. Қазақ тілінен 90-шы бет, ашыңдар кітапты. 6-шы тапсырма сөздерді жаттау. Сөздерді жаттау. Сөздерді жаттау. Ашыңдар, 90-шы бетті ашыңдар. Открывай, покажи. 90-шы бет. Ашыңдар ма? 90. 6-шы тапсырма. 90-шы бет, 6-шы тапсырма. Не істеу керек? Нұрай оқы. Диалог. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырма деп жазды. Диалогты толықты. Читайте и добавляйте диалог. Вопрос-ответ, сұрақ-жауап. Жақсы. Түсінікті ме балалар? Иә. Бүгін бізде сабақ қалай болды? Түсіндіңдер ме? Түсінсеңдер, қалай етеміз? Бас бармақ. Түсінсеңдер, былай қолдарды қойасыңдар. Егер орташа түсінсеңдер, былай қоясыңдар. Дым түсінбесеңдер, былай қоясыңдар. Сабақ қалай түсіндіңдер бүгін? Жақсы балалар. Жақсы. Енді мынау суреттерінді бастаңдар. Бояндар. Начинайте разукрашивать. Үйді бастаңдар. Бүгін аяқтайсыңдар үйді, ертең бәрісіне келіп бір-біріне сыйлайсыңдар. Бастаңдар. Кімге қызыл гүл, кімге сары гүл бояндар. Так, тыныш. Сабақ аяқталған жоқ. Бояймыз. Дамир. Дамир. Сал суретінде. Бояй. Сары. Бояй. Так, тынышталамыз. Балалар, аяқтаймыз. Тұрамыз орнымыздан. Тұрамыз. Бұл гүлді үйді салып келесіңдер, ертең сыйлайсыңдар. Сау болыңдар.